Сәлеметсіздер ме? Осы видеода мен 7-ші сыныптарға арналған олимпиаданың аудандық кезеңінің есептерін шығару жолын көрсетемін. Ал ендеше бастайық. Бірінші есеп мынадай: сызғыштың бөлік құнын анықтаңыз. Бөлік құнын анықтау үшін мысалы мен 0 мен 10 санын алайын. Сонда менде бөлік құны тең болады 10-нан 0-ды азайтып, екеуінің арасында қанша бөлік бар соған бөлемін. Менде 1, 2, 3, 4 бөлік бар. Сонда 10-ды 4-ке бөлем, менде 2,5 сантиметр. Сонда бөлік құны менде 2,5 сантиметр. Цилиндр дененің көлденең қимасының ауданы r, биіктігі h, массасы 10 кг. Егер радиусын 2 есе арттырып, биіктігін 4 есе кемітсе, дененің массасы қандай болады? Бізде масса неге тең болады? Тығыздықтың көлемге көбейтіндісіне тең. Ал бізде көлем цилиндр болғандықтан, цилиндрдің ауданы, көлемін біз табанның ауданы πr квадрат, биіктігі h деп аламыз. Сонда m2 тең болады менде ρ көбейтілген πr2 квадрат h2, m1 менде тең болады ρ πr1 квадрат h1. Екеуін бір-біріне бөліп жіберейік. Және есептің шарты бойынша айтады. Радиусын 2 есе арттырса, яғни r2 менде 2r1 болады. Ал биіктігін 4 есе кемітсе, яғни h2 кемітсе, онда бөлемін. h1 бөлінген 4. Орнына қояйық. Сонда менде ρ мен ρ, π мен π қысқарады. r2-нің орнына 2r1 квадрат қоям. Көбейтілген h2 менде h1 бөлінген 4. И бөлінген h1 r1 квадрат. Сонда үстінде 4r1 квадрат көбейтілген h1 бөлі 4. Астында менде r1 квадрат h1 болады. Так, r1 квадрат h1 қысқарады, 4 пен 4 қысқарады, яғни m2 тең болады m1-ге. Бұл деген сөз массасы өзгермейді. Мензуркадағы судың көлемін өлшеу үшін өлшеу қателігін ескеріп жазыңыз дейді. Бірінші бөлік құнын табайық. Мысалы 0 мен 50-дің арасын алайық. Сонда бөлік құны неге тең болады? Так, 50 минус 0. Ал 0 мен 50-дің арасында бізде 2 бөлік бар. Сонда менде 25 миллилитр. Бір бөліктің құны 25 миллилитр. Ал өлшеу қателігі неге тең болады? Ол осы бөлік құнның жартысына тең болады, яғни 12,15 миллилитр. Енді дененің көлемін анықтайық. Ол 250 миллилитр. Сонда V тең болады менде 250 қосылған немесе азайтылған жаңағы өлшеу қателігі бізде 12,15-ге. Сонда бізде А деген жауап болады. Төмендегі теңдіктердің қайсысы дұрыс емес? 120 миллиметр 12 сантиметр. Бұл дұрыс бізде. 1 метрде 10 миллиметр бар. 50 литр 0,15 метр куб. 50 литр дегеніміз ол 50 көбейту 10-3 дәрежесі метр куб болады. Бұл дегеніміз 0,05 метр куб болу. Яғни В жауабы бізде дұрыс емес. 0,5 литр 0,5 сынау дұрыс, 0,5 сағат дұрыс, 0,5 500 сантиметр квадрат. Бұл дұрыс. 10 метр секунд жылдамдыққа сәйкес келетін нұсқаны таңдаңыз. Яғни 1 километр сағатта, яғни 10 метр секундты километр сағатқа түрлендіру үшін не істеймін? 3,6-ға көбейтемін. Сонда менде 36 километр сағат болады. Графикті қолданып, дененің 6 секунд уақыт аралығында жүрген жолын анықтаңыз. Яғни 6 секундтан бірінші ол минус 20-дан 20-ға шейін жүреді. Сонда S1 тең болады 20 минус 20, яғни қанша? 40 метр жүреді. Кейін қозғалмайды, кейін төмен қарай тағы 40 метр жүреді. Сонда жалпы жүрген жолы 80 метр болады. Так, материалдық нүктенің барлық уақыт ішінде жүрген жолын және орын ауыстыруын табыңыз. Суреттен көрген бірінші А-дан В нүктесіне шейін ол 3 метр жүреді. Сонда S тең бірінші 3. Одан кейін 2 секунд пен 5 секунд аралық қозғалмайды. Кейін 5 пен С нүктесінен Д нүктесіне шейін тағы 3 метр жүреді.
кейін д нүктесіне е нүктесіне шейін қозғалмайды. Сонда ол 6 метр жол жүреді. Ал енді орын ауыстыруын табу үшін бастапқы нүкте 3 метр, соңғы нүкте 3 метр. Яғни соңғы нүкте 3-тен бастапқы 3-ті азайтамын, яғни 0 болады. Орын ауыстыруына жүрген жолы 6 метр. С жауабы болады. Велосипедші жазық далада А нүктесінен В нүктесіне суретте көрсетілген траектория бойынша қозғалды. Оның орын ауыстыру модуліне кетемін. Орын ауыстыруын табу үшін мен не істеймін? Бірінші дельта x-ті табайық. Ол соңғы орны бастапқы орынды азайтқанға тең болады. Соңғы орны, мысалы, ол В нүктесінде 5 болады, бастапқы 1. Сонда 5-тен азайтам 1-ді, яғни 4 километр болады. Енді дельта y бойынша, y оси бойынша қарастырайық. Ол соңғы орыннан бастапқы орынды азайтам. Соңғы орны В нүктесі бізде 3,5-ға тең, 3,5. Ал бастапқы А нүктесі 0,5-ке тұр. Сонда бұл 3 километр болады. Кейін енді жалпы орын ауыстыруын табу үшін мен Пифагор теоремасын қолданамын. Сонда менде дельта s квадрат тең дельта x квадрат қосылған дельта y квадрат. Сонда дельта s тең болады, мына екеуінің түбірасын алайық. Дельта x 4-тің квадраты қосу 3-тің квадраты. 16-ға 9 қосам 25, түбірасы 25, сонда 5 километр шығады. Жаяу жүргінші 3 метр секунд жылдамдықпен қозғалып 30 метрді жүріп өтті. Содан кейін ол жылдамдығын арттырып келесі 30 метрді 6 метр жылдамдықпен жүріп өтті. Жаяу жүргіншінің барлық жолға қанша уақытта жүріп өткенін анықтаңыз. Бірінші Т1-ді табайық. Т1-ді табу үшін мен S1-ді V1-ге бөлемін. 30 метр жүреді, жылдамдығы 3 метр секунд, сонда 10 секунд жүреді. Одан кейін Т2 тең болады, енді S2 бөлінген V2. Екінші ол 30 метрді 6 метр секундпен жүреді, бұл 5 секунд. Жалпы уақыты 10 қосылған 5, яғни 15 секунд болады. Машина 90 км сағат жылдамдықпен бір қалыпты қозғалып 2 сағат ішінде қандай қашықтық жүріп өтеді? Жүріп өткен қашықтығын табу үшін машинаның жылдамдығын уақытқа көбейтемін. Сонда 90-ды көбейтемін 2-ге, яғни 180 км болады. Бала үйден шығып солтүстікке 150 метр, одан кейін шығысқа бұрылып тағы 200 метр жүрді. Баланың бастапқы нүктеге қатысты орын ауыстыру қандай? Яғни бізде бағытты бірінші анықтап алайық. Жоғары қарай солтүстік, төмен қарай оңтүстік. Оңға қарай шығыс, солға қарай батыс. Сонда бірінші солтүстікке 150 метр жүреді. Одан кейін шығыс, яғни оңға бұрылады, 200 метр жүреді. Енді орын ауыстыруын табу үшін мен істеймін. Бастапқы нүктеден соңғы нүктеге түсу жүргізем, осы орын ауыстыруға тең болады. Бұл бізден тік бұрышты үш бұрыш шықты. Осыдан Пифагор теоремасын қолданамыз. Дельта x квадрат тең болады 150-дің квадраты қосылған 200-дің квадраты. Сонда дельта x квадрат тең болады 225, так, 22500 қосылған 200-дің квадраты бізде 40 мың. Сонда дельта x тең болады түбір астында 40 мыңға 22500 қоссақ 62500. 62500 деген бұл бізде сонда қанша болады? 250 болады. То есть 250 километр емес метр. Сонда жауабы 250 метр. Ғарыш кемесі жерден айға қарай бір қалыпты қозғалады. Ғарыш кемесі 1000 метр жылдамдықпен ұшса, айға қанша уақыт кетеді дейді. Яғни уақытын табу үшін мен оның жүріп өткен жолын жылдамдығына бөлемін. Жүріп өткен қашықтығы біз 384 мың километр, оны тағы мыңға көбейтем. 1 километрде 1000 метр бар. Жылдамдығы 1000 метр секунд, оның 3 дәрежесі. Сонда 2 қысқарады, сонда 384 мың секунд шықты. Екі құс бір-біріне қарсы бір-біріне қарама-қарсы бағытта ұшады дейді. Бірінші құс 15 метр секунд жылдамдықпен,
екінші құс 20 метр секунд жылдамдықпен. Егер олар бастапқыда 700 метр арақашықта болса, олар қанша уақытта кездеседі? Екеуінің арақашықтығы берілген. Енді екеуінің бір-біріне қатысты салыстырмалы жылдамдығын табайық. Егер екеуі бір-біріне қарама-қарсы қозғалса, онда салыстырмалы жылдамдығы бір-біріне қатысты v1 қосу v2 болады. Яғни сонда 35 метр секунд болады. Енді уақытты табу үшін мен екеуінің арақашықтығын сол салыстырмалы жылдамдыққа бөлемін. Сонда менде арақашықтығы 700, салыстырмалы жылдамдығы 35. Сонда менде 20 секунд. Яғни екеуі 20 секундтан кейін кездеседі екен. Жолаушы пойызы бір станциядан екінші станцияға дейін бір қалыпты қозғалып келеді. Орташа жылдамдығы 72 км/сағат. Ал екі станцияның арақашықтығы 180 км. Ол жолдың бірінші жартысын 90 км/сағатпен жүрді, екінші жартысын қандай жылдамдықпен жүрді? Яғни жол бізде екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі бүкіл жолдың жартысына тең, екінші бөлікте жартысына тең. Мына уақытын Т1, Т2 деп алайық. Сонда менде орташа жылдамдық неге тең болады? Ол S1 қосу S2 бөлінген Т1 қосу Т2. Енді осы жерден уақыттарын тауып алайық. Сонда Т1 дегеніміз S1 бөлінген V1. S1 деген менде S бөлу 2, V1 менде белгілі 72. Жоқ, 72 емес. 72 орташа жылдамдық екен. Бірінші жартысын 90 мен жүріп өтеді. 90. Сонда S бөлінген 180 болады. Енді дәл осы Т2-ні табайық. Ол S2 бөлінген, S2-ні бірден жазайын. Ол S бөлу 2 бөлу V2. Яғни S бөлінген 2 V2 болады. Енді орташа жылдамдықтың орнына қояйық. Сонда орташа жылдамдық менде 72 тең болады. Үстінде S бөлу 2 қосу S бөлу 2. Астында Т1 деген S бөлу 180 қосылған S бөлінген 2 V2. Енді ортақ бөлім береміз. Сонда мынаған қанша берем? 2 V2 берем. Мынаған сонда 90 берем. Сонда 72 тең болады. Үстінде менде S қалады. 180 мен V2 көбейтеді, ол үстіне өтіп кетеді. 180 V2. Астында V2S қосылған 90S. Осы жерден S-ті қысқартып жіберуге болады. Сонда 72 көбейтілген V2 плюс 90-ды сол жаққа өткізіп жіберейін. Оң жағында менде 180 V2 қалады. 180 мен 72-ні қысқартайық. 9-ға қысқартайық. Екеуі бір-біріне бөліне ме екен? 180 бөлу 72. Екеуін қысқартып жіберсек, сонда менде 2,5 қалады. Сонда V2 қосу 90 тең болады 2,5 V2. 90 тең болады 2,5 V2-ден V2-ні азайтам 1,5 V2. И осы жерден V2-нің мәні шығады. Сонда 90-ды бөлем 1,5-ға. 90 бөлінген 1,5-ге. Яғни 60 км/сағат шығады. Екінші бөлігін ол 60 км/сағатпен жүріп өткен екен. Судың тығыздығы 1 грамм сантиметр куб, көлемі 500 сантиметр куб су құйылған бөтелкенің массасы қанша болады дейді. Яғни массаны табу үшін біз не істейміз? Тығыздықты көлемге көбейтеміз. Сәйкесінше 1 көбейтілген 500, сонда менде не шығады? 500 грамм шығады. Мұнайдың тығыздығы 0,8 грамм сантиметр куб, судың тығыздығы 1 грамм сантиметр куб. Егер мұнай мен судың көлемі бірдей, және әр қайсысы 250 сантиметр куб, олардың массалары қандай? Яғни массаны табу үшін мен тығыздықты көлемге көбейтемін. Сонда бірінші мұнайдың массасын табайық. Мұнайдың тығыздығы 0,8, көлемі 250. Сонда массасы 0,8 көбейтілген 250. Яғни 200 грамм болады. Енді судың массасын табайық. Судың тығыздығы 1, көлемі 250, бұл 250 грамм болады. Сонда менде 200 грамм және 250 грамм А деген жауап болады. Құмның тығыздығы 1,6 грамм сантиметр куб, судың тығыздығы 1 грамм сантиметр куб. Көлемдері 500 сантиметр куб құм мен 500 куб су қоспасын жазсақ,
массалар қандай болады? Олардың массасы қандай болады? Жалпы масса неге тең? Екеуінің массаларының қосындысынан тұрады. Енді екеуінің жеке-жеке массасын табайық. Бірінші құмның массасын табу үшін құмның тығыздығын оның көлеміне көбейтемін. 1,6-ны көбейтемін 500-ге. Есептесек 1,6 көбейтілген 500, сонда менде 800 грамм болады. Енді судың массасын табайық. Судың тығыздығы 1, көлемі 500, бұл 500 грамм болады. Сонда менде жалпы масса тең болады 800-ге 500-ді қосам 1300 грамм болады. Бұл С жауап болады. Егер суға батырылған дененің массасы 360 грамм болса, оның тығыздығы қандай? Бірінші көлемін тауып алайық. Бастапқыда судың көлемі 250 болды. Кейіннің оның көлемі бір бөліктің құнын тауып алайық. Бір бөліктің құны менде тең болады 50-ден 0-ді азайтып 2-ге бөлем, сонда 25 миллилитр. Енді оның көлемі сонда 275 болды. Бастапқыда 250 болды. Сонда 275-тен азайтам 250-ді. Сонда менде 25 миллилитр болды. Көлемін таптық. Енді оның тығыздығын тапсақ болады. Сонда дененің тығыздығын табу үшін массасын көлеміне бөлем. Сонда массасы менде 360, көлемі 25 миллилитр деген 25 сантиметр куб. 360-ты 25-ке бөлейік. 14,4 грамм сантиметр куб болады. Ұзындығы 200 метр автоколоннамен қарсы келе жатқан көліктің жылдамдығы бірдей. Мына жақта автоколонна келе жатыр. Оған қарама-қарсы автомобиль келе жатыр. Жеңіл көліктегі жолаушы колоннаның жанынан 20 секунд өткен байқаса, көлік қандай жылдамдықпен қозғалады дейді. Автоколоннаның ұзындығы бізде белгілі. Сонда бір-біріне қатысты салыстырмалы жылдамдық табайық. Машинаға қатысты автоколонна салыстырмалы жылдамдық қандай болады? Егер екеуі қарама-қарсы бағытта қозғалса, онда 2 жылдамдық қосылады. Яғни V қосу V, сонда 2V болады. Енді осы жерден уақытын табатын болсақ, неге тең болады? L бөлінген осы салыстырмалы жылдамдыққа, яғни L бөлінген 2V-ға. Осы жерден 2V-T тең L-ға, сәйкесінше V тең болады L бөлу 2T-ға. Сонда L менде 200 бөлінген 2, T дегеніміз 20 секунд. Сонда 240-қа бөлем, сонда 5 метр секунд екен. Жылдамдық 5 метр секунд. Көлік 90 км жылдамдықпен жарты сағат жүрді. Дәл сол қашықтықты 1 сағат 30 минутта өту үшін велосипед қандай жылдамдық қозғалу керек дейді. Бірінші қанша қашықтық жүріп өткенін табайық. Ол үшін мен жылдамдығын уақытқа көбейтемін. Сонда көліктің жүріп өткен қашықтығы 90-ды көбейтем 0,5-ке, яғни 45 км. Енді осы қашықтықты велосипедші V2, T2 уақытта өтсе, сонда S менде 45, V2 уақыты менде 1 сағат 30 минут, яғни 1,5 сағат. Сонда V2 тең болады менде 45-ті 1,5-ға бөлем, сонда 30 км сағат болады. Келесіп, аэроплан X қаласына Z қаласына ұшты дейді. Қосымша жолаушылар алу үшін Y қаласында 1 сағат тоқтайды. Енді қалалар арасында қашықтық суретте көрсетілген X-тен Z-ке жеткенше жалпы 3 сағат уақыт кетеді. Аэроплан орташа жылдамдығы қандай? Енді орташа жылдамдығын табу үшін мен бүкіл жүрген жолды жалпы уақытқа бөлем. Сонда X-тен Z-ке шейін бізде 500 км, жалпы уақыт 3 сағат. Сонда 500 бөлінген 3 болады. Қалааралық автобус 90 км/сағат жылдамдықпен 2 сағат жүріп, 1 сағат бойы 60 км жылдамдықпен қозғалады. Автобустың орташа жылдамдығы. Яғни орташа жылдамдық табу үшін мен не істеймін? Бірінші жүріп өткен бөлігінің қашықтығын, екінші жүріп өткен бөлігінің қашықтығын қосып, жалпы уақытқа бөлем. T1 қосу T2-ге. Осы жерден бізде S1 белгісіз, S1-ді табу үшін мен V1 көбейту T1 деп табам. Жылдамдығы 90 км/сағат 2 сағат қозғалады, сонда 180 км жүреді.
Дәл осы S2-ні тауып алуға болады. Ол V2 көбейтілген T2, яғни 60 км/сағат көбейтілген 1, сонда 60 км жүреді. Енді орташа жылдамдығын тапсақ болады. Сонда үстінде 180 қосылған 60, астында 2 сағат плюс 1 сағат. Сонда 240 бөлінген 3, яғни 80 км/сағат болады. Жәшікті жүк тиегішпен алып бара жатыр. Жәшіктің толық салмағы бізде 3000 ньютон. Көтергіш тарапынан жәшікке жоғары қарай 3500 ньютон әсер етеді. Яғни жәшіктің салмағы 3000 ньютон, ал жоғары қарай кран бізде 3500 ньютонмен әсер етеді. Жәшікке әсер ететін тең әрекетті күш. Екі күш бір-біріне қарамасы болғандықтан F тең болады F2 минус F1 болады. Яғни 3500-ден 3000-ды азайтам, сонда менде 500 ньютон бағыты жоғарыға қарай болады. Массалар әртүрлі денелер серіппеге ілінген. Суретте серіппенің қанша ұзарғаны көрсетілген. Серіппенің ұзары оған ілінген массаға тұрып тұрса, массасы қандай дейді. Яғни бізде mg денеге әсер ететін күш неге тең? Ауырлық күші болады. Жоғары қарай бізде серпімдік күш. Екеуі бір-біріне тең болғанда тепе-теңдікте болады. Сонда F-сі тең болады mg-ға. Ал серпімдік күші бізде неге тең? Ол К көбейту дельта X. Дельта X деген серіппенің абсолютті ұзаруы. Абсолютті ұзаруын табу үшін біз соңғы ұзындықтан бастапқы ұзындықты табамыз. Енді бастапқы жағдай үшін сонда К көбейтілген L1 минус бастапқы ұзындық L0 тең болады mg-ға. Осы жерден серіппенің қатаңдығын тапсақ болады. mg бөлінген L1 минус L0. Сонда 100 деген 0,1, g-ді 10 деп алайық. Бөлінген L1 менде 20 см, L0 10 см. 0,2 минус 0,1. Сонда менде 10 ньютон метр болады. Екінші серіппені қарастырсақ, дәл солай төмен қарай ауырлық күш әсер етеді, жоғары серпімдік күш әсер етеді. Сонда К дельта X2 тең mg-ға, сәйкесінше К бізде белгілі, 10 деп алдық мұнда. 10 көбейтілген дельта X2 деген соңғы ұзындық 0,3, бастапқы ұзындығы 0,1-ге тең. Тең m көбейтілген 10-ға. 10 мен 10 қысқарады, яғни m тең болады, сонда 0,2 килограмм. Бұл бізде 200 грамм болады. Күштің әсерінен дененің қандай қасиеттер өзгеруі мүмкін? Әрине, бірінші қозғалыс өзгереді, пішіні өзгереді, бірақ масса өзгермейді. Сол себепті Д жауап болады. Қайықпен 240 метр ара қашықтыққа әуелі ағыс жылдамдығы 1 метр секунд өзенмен, сонан соң тынық сумен барып қайту қажет дейді. Екі жағдайда қайықтың сумен салыстырған жылдамдығы бірдей. Қайықтың өзенмен жүзуге кеткен уақыты көлмен жүзуге кеткен уақыттан қанша есе артық болады? Яғни біріншісі барады және қайтады. Бірінші өзенмен барған кезін қарастырайық. Сонда екеуінің арақашықтығы бізде берілген S. Сонда бірінші ол өзеннің бағытымен қозғалсын. Өзеннің бағытын оңға қарай V1 деп алайық. Ал қайықтың жылдамдығын V2 деп алайық. Сонда жерге қатысты оның жылдамдығы салыстырма жылдамдық қандай болады? V2 қосу V1 болады. Сонда барған кезге кететін уақыт менде тең болады S бөлінген салыстырма жылдамдық, яғни S бөлу V2 плюс V1. Яғни осы жерден T1 тең болады 240 бөлінген 1 қосылған 5, яғни 6. Сонда менде 40 секунд болады. Енді қайтарды қарастырайық. Қайтар кезде енді ол өзенге қарсы қозғалады. Сол себепті бұл кездегі салыстырма жылдамдықты енді қарама ырысмандықтан азайтамыз. Сонда S бөлінген салыстырма жылдамдығы V2 минус V1. Сонда S менде 240, V2 менде 5, азайтылған 1, сонда T2 тең болады. 240-ты бөлем 4-ке, сонда 60 секунд болады. Сонда жалпы уақыты тең болады менде 60 қосылған 40, сонда 100 секундта барады. Енді тынық суда қозғалса, онда ол V2 жылдамдықпен қозғалады, сонда
Т3 тең болады, жай ғана S бөлінген V2 болады. Сонда 240 бөлінген 5. Сонда 48 секунд болады. И қайтарда да дәл сондай уақытпен қозғалады, өйткені жылдамдық өзгермейді. S3 бөлінген V2, яғни бұл да 48 секунд. Сонда жалпы уақыты менде тең болады 48 қосу 48 96 секунд болады. Енді бізде айтып тұр, көлге өзенмен жүзген уақыты көлге жүзу уақыттан қаншаға артық. Яғни 100 секундтан 96 секунд азайтсақ, сонда 4 секундқа артық болып тұр. Өзен ағысына қарсы жүзіп келе жатқан ескекші көпірдің астынан өтер кезде бас киімінің түсіп қалғанын байқайды. Айталық, мынау бізде көпір өзен ағысына қарсы келе жатыр. Яғни оның жылдамдығы оңға қарай V, өзеннің жылдамдығы солға қарай U. Одан кейін түсіріп алады. Одан кейін бас киім жоқ екен, 10 минут өткен соң ғана біліп, кері бұрылып, көпірден 1 километр қашықта бас киімін тауып алса дейді, өзен ағысының жылдамдығы қандай? Яғни, сонда 10 минут өтеді. 10 минут өткенде бір Т0 уақытта қалпақ бір айталық S1 қашықтық жүріп өтсін. Ал моторлы қайық ол бізде S2 қашықтық жүріп өтсін. Одан кейін ол кері бұрылады да, енді не істейді? Жаңа қалпақты қуып жетеді. Сонда қалпақ ең соңында мына жаққа келсін. Мынау бізде S3 болсын. Сонда бізде қайық осы ара қашықтықты жүріп өтеді. Бірінші, 10 минутта қанша уақыт жүріп өтетінін табайық. Яғни S1 ол бізде қалпақтың осы 10 минутта жүріп өтетін уақыты, оны ағыстың жылдамдығымен қозғалғандықтан ағыстың жылдамдығын осы 10 минутқа көбейтемін. Ал S2 ол жаңа моторлы қайықтың жүріп өткен қашықтығы, ол өзен ағысына қарсы қозғалғандықтан жерге қатысты салыстырма жылдамдығы V минус U болады, көбейтілген Т0. Кейін осы нүктеден бастап есептейтін болсақ, сонда бізде қалпақ S3 қашықтық жүріп өтеді, S3 тең болады U көбейтілген бір Т уақыт жүріп өтсін. Ал осы уақытта не істейді? Қайық бізде S1 қосу S2 қосу S3 қашықтық жүріп өтеді. Бұны енді ағыстың бағытымен қозғалғандықтан V плюс U көбейту Т деп уақытта жүріп өтеді. Енді осы жерден Т-ны тауып, мына Т-ның орнына қойсақ, бұл S3 бөлінген U болады. Бізге табу керек, көпірден төмен 1 километр қашықта бас киімін тауып алды. Яғни мына аралық бізде 1 километр. Сонда S1 қосу S3 тең болады менде 1 километрге. Енді S1 мен S3-ті қоссақ, сонда менде уақытты табуға болады екен. Сонда осы жерден S1-дің орнына қояйық. Сонда S1 менде U Т0 қосылған U Т тең болады 1 километрге. Осы жерден U-ды тапсақ болады, немесе Т-ны тапсақ болады. Әзірге осын қалдырып қояйық. Яғни осы жерден U тең болады, или керісінше Т тең болады менде. Әзірге қала тұрсын осы. Енді мысалы мына жерден Т-ны тауып, мына Т-ның орнына қояйын. Сонда S1, S2, S3-тің орнына қояйын. Сонда U Т0 қосылған V минус U Т0, S2 қосылған U Т тең болады V қосылған U көбейтілген Т-ға. Осыны жақшаны ашатын болсақ, U Т0 мен U Т0 қысқарады, U Т мен U Т қысқарады. Сонда менде қалды мына жағы V Т0 тең болады V Т-ға. Яғни Т0 менде Т уақытқа тең болды. Яғни Т деген уақыт сонда бізде 10 минут екен. Енді егер 10 минут болса, Т0 Т-ға тең болса, онда U көбейтілген Т0 қосу Т0 тең болады 1 километр. Осы жерден U2 U Т0 тең болады 1 километр. Осы жерден U-ды тапсақ болады.
Сонда у бөлінген тең болады 1 бөлінген 2 Т0. Т0 деген бізде 10 минут. Сағатқа айналдырайық. Сонда 2 1 бөлінген 2 10 минут дегеніміз 10 бөлінген 60. Яғни 1 бөлінген 6 2 мен 6 қысқарады 3. Сонда не шығады? 3 шығады. Сонда ағыстың жылдамдығы менде 3 км сағат болды. Бір күні Мақта қыз әжесін көруге баруға шешім қабылдады. Жол алыс еді. Алдымен ол жолдың 1/3 бөлігін v жылдамдықпен жүріп өтті. Яғни мына ара қашықтық s. Бірінші ол s бөлінген 3 қашықтықты жүріп өтеді. Оны бұл кездегі жылдамдығы v болады. Одан кейін тамаққа көп уақыт жұмсаған байқаған қыз дейді, күн батып қалған еді дейді. Бірақ кенеттен орманнан сүр қасқыр жүгіріп, Мақта қызды әжесіне дейін 3v жылдамдықпен жеткізеді. Яғни мына аралықты енді қалған бөлік бізде 2s бөлінген 3-ті 3v жылдамдықпен қозғалады. Нәтижесінде қыз бүкіл сапарына тұрақты v жылдамдықпен жүргендегі уақытты жұмсады. Енді демалыс кезінде Мақта қыз қанша бәліш жеді дейді. Әр бәлішке ол сапарының барлық уақытының 9-дан 1 уақытын жұмсайды. Яғни біз бірінші уақытын тауып алайық. Яғни А қаласынан Б қаласына, яғни А нүктесінен Б нүктесіне Т уақытта жетсін. Оны Т деп қояйық. Сонда бірінші Т1-ді табайық. Т1 тең болады менде S бөлінген 3 бөлу V-ға. Яғни S бөлінген 3V болады. Ал жалпы уақытты тең болады бізде S бөлу V-ға ғой. Сәйкесінше бұл бүкіл уақыттың 3/1 бөлігіне тең болады екен. Келесі Т2-ні табайық. Т2 ол жаңа сұр қасқырдың 3v жылдамдықпен қозғалады. Сонда Т2 менде тең болады. Қалған бөлік мен 2s бөлу 3 бөлінген 3v. Сонда менде 2s бөлу 9v. Сәйкесінше Т2 менде тең болады 2t бөлінген 9. Енді қанша уақыт бәліш жегенін анықтайық. Сонда жалпы уақыт бізде Т тең болады. Т1 қосылған Т0. Т0 деген жаңағы Мақта қыздың бәліш жеген уақыты. Қосылған Т2. Осы жерден Т тең болады. Т1 менде Т бөлу 3. Қосу 2Т бөлу 9. И қосу Т0. Осы жерден Т0-ді тапсақ, сонда Т0 тең болады. Т минус Т бөлу 3 минус 2Т бөлу 9. Мынаған 3 берем, мынаған 9 берем. Сонда Т0 менде тең болады. 9Т минус 3-ті 6Т. 6Т-дан 2-тін азайтам. 4Т бөлу 9 болады. Яғни бүкіл уақытының 9-дан 4 бөлігін не істеді? Осы бәліш жеуге кетті екен. Енді айтады бізде бір бәлішке кететін уақыт дейді, бүкіл уақыттың 9-дан 1 бөлігіне тең. Яғни пропорция арқылы табатын болсақ, сонда бір бәліш ол бізде бүкіл Т бөлу 9-ға тең. А бізде жалпы n бәліш жесе, ол бізде қанша уақыт кетті? 4-ті бөлу 9 уақыт кетті. 4-ті бөлу 9. Енді пропорциямен табамыз. Сонда n көбейту Т бөлу 9 тең болады 1 көбейту 4-ті бөлу 9. 9 Т қысқарады, яғни n тең болады 4-ке. Сонда ол 4 бәліш жеген екен. Жауабы 4. Қоспа қорғасынмен қалайдан жасалған, массасы 664 грамм. Бүкіл масса бізде 664 грамм. Тығыздығы орташа тығыздық берілген. Ол бізде 8,3 грамм сантиметр куб. Қоспаның ішінде қорғасының массасын табыңыз. Қоспаның көлемі оны құраушы көлемдердің қосындысына тең. Яғни жалпы көлем әрқайсының көлемдердің қосындысына тең. Бірінші орташа тығыздық неге тең? М1 қосу М2 бөлінген В1 қосылған В2. Бізге жалпы масса берілген. Енді М1-ді табайық. М1 дегеніміз бізде Р1 көбейту В1. Осы жерден В1-ді тапсақ, ол М1 бөлінген Р1. Р1 деген бізде қалайы? Жоқ, қорғасын бізде бірінші қорғасын алып жатырмыз. Қорғасының тығызы 11300 килограмм метр куб, грамм сантиметр кубқа айналдырсам, ол М1 бөлінген 11,3 болады. Дәл осы енді қалайының көлемін табайық. Ол бізде
М2 бөлінген ро 2. Яғни М2 бізде неге тең? Белгісіз бөлінген ро 2 бізде енді қалайынікі 7300, ол 7,3 грамм сантиметр куб. Және де екеуінің массаларының қосындысы жалпы массаға тең ғой. М1 қосу М2 бізде сонда 664 граммға тең. Осы жерден М2-ні тапсақ, 664 минус М1 болады. Енді мына формаға апарып қойсақ, сонда былай болады. В2 менде тең болады. М2-нің орнына 664 минус М1 бөлу 7,3. В1 мен В2-ні таптық, енді орнына апарып қойсақ болады. Сонда орташа тығыздық менде тең болады. М1 жалпы М1 қосу М2 жалпы массаға тең, ал В1-дің орнына мен М1 бөлінген 11,3-ті қоям, ал В2-нің орнына 664 минус М1 бөлу 7,3-ті қоям. Деген осы теңдеуді шешейік. Орташа тығыздық менде 8,3. Сонда былай болады. 8,3 жаңағы көлемді сол жаққа өткізіп жіберейін. Сонда бірден мынаған 8,3-ке көбейтсек болады. 8,3 көбейтілген М1 бөлінген қанша еді? 11,3 қосылған 664 минус М1 бөлінген 7,3. Тең болады жалпы масса 664-ке. Так, енді 664-ті 8,3-ке қысқартып жіберейік. Сонда қанша болады? 664-ті 8,3-ке бөлсек. 664 бөлу 8,3. Сонда 80 шығады. Сонда 80 болады. Сонда М1 бөлу 11,3 қосу 664 бөлу 7,3 минус М1 бөлу 7,3 тең 80-ге. Енді 664-ті 7,3-ке бөлейік. 90,96. Және де енді мына екеуін бір-бірінен азайтайық. Сонда мынаған 11,3 берем, мынаған 7,3 берем. Сонда үстінде 7,3 М1 минус 11,3 М1 бөлінген 11,3 көбейту 7,3. Так, тең болады. Мұнда 80 минус қанша дедік жаңа? 90,96. Так, осы жерден 80-ді азайтсақ, мына жағы менде минус 10,96 болады. 7,3-тен 11,3-ті азайтсақ, ол 4 болады. Сонда 4 минус 4 М1 бөлінген 7,3-ті көбейтем 11,3-ке. 82,49. 82,49. И осы жерден 2 минус плюс болып кетеді. И осы жерден М1-дің мәні шығады. Сонда 82,49-ді көбейтем 10,96-ға. И бөлем бұны 4-ке. Сонда менде 226 грамм шығады. Сонда М1 деген бізде біз бірді қорғасын деп алдық. Сәйкесінше бізге қорғасынның нені табу керек? Қорғасын массасын табыңыз. Біз таптық 226 грамм болды. Динамометрге өлшемдері 8,303 сантиметр мыс өлшенілген кезде ол 1,9 сантиметрге ұзарды дейді. Яғни айтайық. Бізде серіппе, оған қандай күштер әсер етеді? Жүктелген кезде. Төмен қарай ауырлық күші, жоғары қарай серпімділік күші. Осы жерден серпімділік күші ауырлық күшіне тең болады. Серпімділік күші деген бізде К дельта X тең МЖА. Осы жерден мыстың білеушесінің массасын тапсақ, оны тығыздығының көлеміне көбейтемін. Сонда тығыздығы менде қанша? 8,9 грамм сантиметр куб, көлемін сантиметр кубпен алайық. Сонда 8 көбейту 3 24, 24-ті 0,3-ке көбейтейік. 7,2. 7,2-ні көбейтем 8,9-ға. Сонда менде 64,2
М тең болады 64,108 грамм болды. Массаны таптық. Енді біз қатаңдығын тапсақ болады. Онда динаметрдің бір бөлігінің құны 0,1 ньютон болса, әр бөліктің арасының ұзындығы. Сонда қатаңдық менде тең болады. 64,108 көбейту 10-3 дәрежесі килограммға айналдырдық. G-ді 9,8 деп алайын. И бөлу дельта X менде 0 дәрежемен жасақ 1,9 10-2 дәрежесі. Мына дәрежені қысқартайық. -2, -3 бір қысқарады. Сонда үстінде 6,408 көбейтілген 9,8 бөлінген 1,9-ға. Сонда менде жуықтабағында 33 шығады. Ньютон метр. Енді бізге табу керек бір бөліктің құны дейді 0,1 ньютон. Бізде қанша бөлік бар, соны табайық. Оны табу үшін F-ті бөлем F0-ға, яғни бір бөлік құнына. F менде қанша болады? Оны K дельта X деп табамыз. F тең K дельта X. Яғни 33-ті көбейтем 0,019-ға. Сонда көбейтем 0,019. Сонда менде 0,627 шығады. Сонда 0,627 бөлінген F0 бізде 0,1. Сонда 6,27 бөлік шықты. Енді бізде сұрап тұр. Бізде енді әр бөліктің ұзындығы қандай? Оны табу үшін бізде қанша бөлік бар? N бөлік болса, ол жалпы ұзаруы дельта X-те бөлем жаңа екеуінің арасында, әр бөліктің арасында ұзындыққа. Осы жерден N0 тең болады менде дельта X бөлінген N-ға. Сәйкесінше L0 тең болады. Дельта X бізде 1,9, сонда 1,9-ды бөлем 6,27-ге. Сонда менде 0,13 сантиметр болды. Бұл дегеніміз 3 миллиметр. Енді осымен біздің олимпиадалық есептерді талдау видеомыз соңына жетті. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.